осындай бір дауға, осындай мәселеге кез болдық. Енді осыны шешу жолы, осы жерде мәселені талқылап жатқан кезіміз бар. Бұл да бір бірегей, бұл Аманат партиясының ұйымдастырып отқан осы лидерлік көшбасшылық сайысы, осы адамдардың тіл мәдениетінің, сөздік қорларын байытуға септігін тигізетін бірден-бір жоба деп білгіміз келеді. Енді бізге қойылған сұрақ, бірінші кезең сұрағы, жаңа Қазақстанды құруда Аманат партиясының рөлі қандай болуы қажет және Аманат партиясының қазіргі кезеңдегі өзектілігі. Жаңа мен сөзімде айтылған мәселе, бұған дейін де президентіміз Қазақстанда болған жағдайларды көріп, болып жатқан күрделі мәселелерді естіп, көріп, осындай партия құру керектігін алға қойды. Ол шешімі Аманат партиясын құруға септігін тигізді. Енді Аманат партиясын құрудағы бірегей бір мақсаты бұл Қазақстан ежелден келе жатқан жерімізді, елімізді, салт дәстүрімізді атадан балаға мирас етіп, оны келесі ұрпаққа аманат етіп тапсыруымыздың бірегей жобасы болды. Яғни кезінде қазақ халқы айтады, біреудің ақысын жеме, ала жіпті аттама, аманатқа қиянат жасама дейді. Яғни әрбір осы мемлекет басшысында отырған адамдар ардың ісі деп кез келген істі орындайтын болса, онда осы Аманат партиясының жасап жатқан стратегиялары міндетті түрде орындалады деуге келеді. Неге? Себебі әрбір ардың ісі деп сезінген аманатқа қиянат жасамау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып жатыр. Енді осы Аманат партиясындағы сайлауалды бағдарламасында жасалған жобалар бар. Енді осыны жаңа Қазақстанда осыны жасаудың бірегей тетіктерін жасауда партия басшылыққа жасады. Не жасады? Яғни халықтың үнін міндетті түрде тыңдауды, халықпен санасуды, сол арқылы нақты шешім шығаруды көздеді. Осыған бірегей бір себеп, кеше біз партия сайлау барысында осы сайлаушылар Аманат партиясының өкілдері есікке деген бағдарламаны жүзеге асырды. Яғни қарапайым халықты да осындай бағдарламалар бар екендігін үйіне барып көрсетіп, дәлелдей білді. Бұл халық пен партияның арасындағы мызғымас көпірдің, алтын көпірдің бар екенін байқауымыз болады.